Баршаға сәлем достар. Бүгін шомыр өсімдігінің пайдасын айта өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып отырайық. Сіздерден қолдау болсын. Шомыр, яғни орам жапырақ тұқымдасына жатады. 2 жылдық өсімдік. Крестгүлділер тұқымдасына жататын суыққа төзімді өсімдік. Шөмірдің құрамында В тобының дәрумендері, А, С дәрумені, никотинді қышқыл, калий тұздарының үлкен мөлшері, кальций мен натрий, темір, фосфор, күкірт, жасұнық, май мен амина қышқылдары, эфир майлары мен ферментмендері болады. Шомырдың бауырға пайдасы. Адам бауыры цирроздармен ауырғанда, оған әртүрлі дәрі-дәрмектеріне шипа болуы мүмкін. Мұндай жағдайда халық медицинасы шомырды емге қолдануға кеңес береді. Өйткені ол асқазан шырынының бөлінуін реттеп, ас қорытуды оңдайды. Алайда жүрегі мен ұлта бары ауырып, асқазанда жоғары қышқылды гастриті жарасы барларға жақпайды. Сондықтан бауыр циррозасына басқа да дәрілік өсімдіктерді де қолдана береді. Шомырдың басқа да пайдалары. Шомырды асқа тұрақты түрде пайдалану тәбетті арттырады. Ас қорытуға жалпы оң әсер етеді. Шомырдың құрамындағы ерекше заттар антибактерияларды қасиетке ие. Шомырдың құрамында А дәрумен болғандықтан оны көзі нашар көретін және жүйке жүйесі ауруы бар адамдарға тұтынуға кеңес береді. Құрамында көп мөлшерде кездесетін В тобының дәрумендері зат алмасуға өте пайдалы. Сонымен қатар шомырдың құрамындағы калий, натрий сияқты минералды элементтер қан қысымын қалыптандырады, кальций жүйке жасушаларына дұрыс жұмыс жасауға көмектеседі.